Сәлеметсіздер ме, студенттер? Қазақ технология және бизнес университеті Қазақстан тарихы және әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасының қауымдастырылған профессоры Бәйбекова Қанағат Құшқынбайқызы. Біз сіздермен бүгін бейне дәрісімізді бастаймыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз білімділіктің адам өміріндегі маңыздылығы. Жастарға арналған білім беру бағдарламалары, бәсекелестікке қабілетті ұрпақ туралы мағлұмат. Жаңа тақырыбымызда айтып өткеніміздей, ең бірінші балалар адамға не қажет? Адам өзінің келешегін жоспарлау үшін, енді қарапайым тілмен айтсақ, өмірлік азығын табу үшін адам ең бірінші өзінің мамандығын дұрыс таңдай білу керек деп ойлаймын. Жаңа біз өзіміз алдымызда айтып өтілгендей тақырыпта адам өміріндегі маңыздылығын айттық, жастарға білім беру бағдарламалары туралы және бәсекелестікке қабілетті ұрпақ туралы мағлұматтар айтып жатырмыз. Біз қазірге мына жаңа технология даму барысында, жаңа 21-ші ғасырда адамға ең бірінші денсаулықтан кейін не керек? Білімділік керек. Біз бұрын тек қана бір-екі тіл ғана біліп жатсақ, өз ана тіліміз қосымша орыс тілін біліп жатсақ, қазірде үшінші ағылшын тілі. Біз осыған орай біз айтып кеткіміз керек, қазір біз үшті тілі қағидасын бірге ұстаймыз, fully язычий деп айтамыз. Яғни қазақ тілі өзіміздің ана тіліміз болса, орыс тілі қарым-қатынас үшін болса, біздің экономикалық жағдайымызда бізге ағылшын тілі керек. Осылай біз сіздерден мысалы айтайын дегенім, адам мамандық таңдаған кезде қателесуге болмайды. Өйткені сіз зейнет жасына дейін жеткенше сол мамандық бойынша қызмет жасап, өзіңіздің қоғамдағы орныңызды табуға үлкен үлесін қосады деп ойлаймын. Енді осы біздің тақырыбымызға сай бірінші тапсырмада мәтінді оқыңыз, мазмұндаңыз. Яғни бұл жерде не дейді? Адамның бойындағы жағымсыз қасиеттер. Біз адамды жағымды, жағымсыз деп кейде психологиялық тұрғыдан қарап жатсақ, екіге бөлеміз. Яғни осы мәтінді оқып, сіздер мазмұндайсыздар. Екінші тапсырмада осы мәтінді оқи отырып, өздеріңіз 10 сұрақ дайындаңыздар. Үшінші тапсырма не дейді? Мәтіндегі мына жолдарға өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Қоғамдық жұмыстарға қабілеті аз, білімі мен талабы жоқ, бірақ қалталылар мен сүйеніші мықтылар көздеген мақсаттарына, аңсаған армандарына жетіп жатыр. Мұндай атаққұмарлық пен мансапқорлық адамдар арасындағы адамгершілік қарым-қатынастың қалыптасуына кері әсер етіп, және қоғамның ілгері басуына кедергі келтіреді дейді. Енді бұл жерде ойлы сөйлем айтылған екен. Осыған өз пікірлеріңізді білдіргеніңізді сұраймын, өз көзқарастарыңызды айтуларыңыз керек. Үшінші тапсырмада өз көзқарастарыңызды білдіресіздер, және де осы тапсырманың жалғасы адам бойындағы жағымды қасиеттерді оң бағанаға, жағымсыз қасиеттерді сол бағанаға жазасыздар. Төртінші тапсырма. Берілген сөздерді пайдаланып, өз танысыңыздың мінез-құлқын сипаттап жазыңыз. Немесе өзіңіздің досыңыздың да мінез-құлқын сипаттап жазуға болады. Бесінші тапсырмада адамның жан дүниесі және сыртқы келбеті мәтінін тыңдаңыз дейді. Сол мәтінді тыңдай отырып, мына сұрақтарға жауап беріңіз. Адамның сыртқы келбетіне қарап оның ішкі жан дүниесін білуге бола ма? Көз адам жанының айнасы дегенді қалай түсіндіңіз? Мәтінде айтылған сыртқы келбет, рухани әлем, талғам, түр, көз, мінез, тұлға, сезімтал, көңіл-күй, салмақтылық, ұшқыр ойлы, жақсы жұмбақ деген сөздер қандай сөз тіркестеріне қолданылған?
Енді бізде соңғы тапсырма осы бүгінгі тақырып бойынша жұптық жұмыс сұрақтарға жауап беріңіздер, түсіндіріңіздер. Яғни бұл жерде жұптық жұмыс деген топпен де жұмыс болады. Осы 6 сұрақты бөліп алсаңыздар да болады. Бұл жерде өздеріңізге төмендегідей 6 сұрақ берілген. Осыны өздеріңіз түсіндіріп, жазбаша түрде немесе адамның бет бейнесін бейнелеп презентация арқылы көрсетулеріңізге болады. Жалпы біздің бүгінгі сабағымыз бойынша өздеріңізге айтып өткендей тапсырма түрлері осылай. Егер түсінсеңіздер, келесі сабаққа тиянақтықпен тапсырманы орындап келеді деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.